Бүгінгі дөңгелек үстелімізді біз Абай мектебінде қасиетті білім шаңырағында оқып жатқаннан кейін Абай атамыздың май түні күйімен бастағымыз келіп тұр. Бүгін біздің іс-шарамызға қатысушылар қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдері және 8-11 сынып оқушылары қатысып жатыр. Кеше қиын-қыстау заманда Абылай ханның қасынан табылып ақылшысы болған, көмекейі бүлкілдеп халыққа арнауды жырмен жеткізген Бұқар жырауды насихаттау маңызды іс болып табылады. Биыл Бұқар жырау Қалқаманұлының туғанына 356 жыл толып отыр балалар. Соған орай біз Бұқар жырау айбынды дәуірлердің шежіресі атты дөңгелек үстел отырысын өткізгелі жатырмыз. Дөңгелек үстеліміздің басын Бұқар жырау Қалқаманұлына арналған қысқаша бейнероликпен бастайық. Соғыстың бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы. Елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайыпсамен қамы көптің жайы туралы. Мен көпке арналған ақын өсиет есебінде айтылады. Айтқысы келеді, ортаға тастап, өздеріңіздің ойларыңыздағы сөздеріңізді жеткізіп отырыңыздар. Қазақ халқының аса көрнекті ақылгөйі, әйгілі жыршы, жырау, Абылай ханның ақылшысы болған Бұқар жырау Қалмаханұлын барлығымыз білеміз. Иә балалар, оны видеодан да тыңдап жатырмыз. Бұқар жырау Қалмаханұлы сонымен қатар халық арасында несіне танымал деген кезде ең біріншісі импровизатор болған. 1668 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. Ол осы шыққан тегі арғын арысы Сүйіндік тайпасының Қаржас руынан шыққан. 1992 жылы Жан Мұхамбетұлы осы Қазақстан ғылыми академиясы әдебиет және өнер институтында ол осы алғашқы жинағын шығарып кеткен. Қазақ халқы қыл үстінде тұрған кезінде өмір сүрген және Бұқар жырау Абылай ханға өз кеңестерімен ақылдарымен бөліскен, қанды соғыста жалын соғыстың жыршысы болған. Бір сапармен барған болатынмын. Сол кезде ұйымдастырушылар бізді осы Павлодардың Бұқар жырау атындағы үлкен мұражайына алып барды. Сол жерде осы кісінің қолданған заттары, оқыған кітаптары, бір жазбалары, сол заманнан бері келе жатқан өте көне дүниелер сақталған екен. Сол кісіге байланысты түрлі мәліметтердің барлығын жырау Қалқаманұлының атына берілген екен Павлодарда. Барып соның бәрін көргеннен кейін ол маған бір тарих ретінде менің есімде қалатын дүние. Бұқар жырау Павлодардан туған. Зерттеу еңбектері мен оған шолу жасаған зерттеушілер туралы айтып өтейікші. Туындыларының дұрыс бағаланып, оның әдебиет тарихындағы орын ашып белгілеу ісі Мұхтар Әуезов зерттеулерінен басталады. Мұхтар Әуезов өзінің 19 ғасыр мен 20 ғасыр басындағы оқу әдебиетіне арналған кітапта сөздерді айту емес, ол заман сыны, мезгіл уақиғаның болғанын айту деп айтады. Ал Әлкей Марғұлан болса, оны Бұқар жыраудың кеңесшісі және кейінгі қазақ ақындарының бірден бір ұстазы ретінде бағалаған. Дәл осындай бағаны Ысмайылов және Кенжебаев зерттеулерінде кездестіруге болады. Бұқар жырау творчествосында арналған зерттеулерінде оның импровизаторлық өнеріне және халықтың мұқтажын жырлауына айрықша мән берген. Жыраудың тұңғыш библиографы Мәшкүр Жүсіп Көфеев өз сөзінде Бұқар Екең сөйлеген уақытында сөзі мұндай 100 есе 1000 есе. Бізге келіп жеткені тек тамыр ғана. Осы кісінің сөзін жазамын деушіге Нұхтың өмірі, Айыптың сабыры, Афлатонның ақылы керек деген екен. Бұқар жырау Қалқаманұлы сәлем сөздің анасы. Сәлем сөздің анасы, әлек алған данасы, шығанақтан шырқайды о біреудің танысы. Оның сөздің тыңдасаң, баяғы айтқан жаласы, өтірікті шын қылған, ол Алланың қызыл көзінің пәлесі. Көктеп бұлттар сөгілсе, көктеп болмас не пайда, көкіректен жан шықса, қайтып келмес не пайда. Дін пысырман болмаса, тіл пысырман не пайда, қызда қылық болмаса, құр шырайда не пайда. Осы сәлем сөздің анасындағы бастапқы екі жолына тоқталып кетсем, сәлем сөздің анасы, әлек алған данасы.
мағыналық жағына қарай тоқтасам, бізге әрбір адам амандасқан адамға және де ықшамды түрде әлек сөзі бар. Кезекте сәлем сөздің анасы өлеңіне өз өлеңімді жалғағым келеді. Бұқар жырау Қалқаманұлы. Өлең сөздің данасы. Өлең сөздің данасы, шындықтың шырақ анасы. Жанда сөйлесем, басыңа келер пәлесі, сонда да басыңды емесен, жазылар өлең жарасы. Шығаннан шығар шыққанның, жабылар саған жаласы, ақылыңа көнбейтін, арам ойы шаласы, айтқаныңа жүрмейтін, күндестіктің халасы. Ауыл сенін кетірер, елдің ішін дау жесе, елдің сенін кетірер. Көрші аралас өтпесе, көңілдің көркін кетірер. Абысын тату өтпесе, ағайын сенін кетірер. Ағайын тату өтпесе, соңында өштесіп, қарайып қаны кеттесіп, бірін-бірі өлтірер. Өлең сөздің данасы өлеңінің шығу тарихына тоқтала кететін болсам, осы Бұқар жырау шығармаларының негізгі мақсаттарының бірі жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, дос пен дұшпандық, осы қасиеттердің барлығын осы өлеңде тоқталып айтып өткен болатын. Қашық қасиеттер ретінде айтты ғой бізге, солардың тек қана жақсылық, яғни жақсылық, достық, солардың барлығы біздің қасиетімізде, біздің адамдық қасиетімізде табылу керек деген мақсат осы өлеңін шығарған болатын. Дәулет құсы қонды басына, қыдыр келді қасына. Бақ үйіне түнедің, алыстан тоят тіледің. Қылышыңды тасқа біледің, алмаған жауын қоймадың, алған сайын тоймадың, несібеңді жаттан тіледің. Уа сен қамжығалы бөгенбай, тақымы кеппес ұр едің, түн қатып және жүредің, қабанбайдан бұрын найзанды, қай жерде жауға тіредің. Бұқар жырау Қалқаманұлы 18 ғасырдың басында хандық билік құрған Абылай ханның ақылшысы, кеңесшісі болған. Және де оның қасында жүріп, оған еркін Абылайша деп еркін сөйлеген болатын. Қарсыменен құзарда жалаң аяқ жар кешіп, бөз тоқыған сар дедің. Шешеңді және сұрасаң, қайда алтының бойды, оны да мен білушем. Түрікпеннің төрінде қашып жүріп күнелткен қара күң еді. Жұлдызың туда оңынан, жан біткен еріп соңынан, 10 саналаш баласын аузыңа құдай қаратып, ұзатып тағы өргізіп. Ақтан болдау күніңіз, арсы менен күрсіге дау талас түніңіз. Өзің болған күнімде бұл көшке симайды, азат керде құлыңыз. Ашуланба Абылай, ашулансаң Абылай, көтерермін, көнермін, көтеріп қазға салармын. Ей Абылай, ей Абылай, жеңбеген жауың olmadı-ау, жауламаған жерің азалды-ау. Бетке алсан істе қоймадың, оны алсан тағы тоймадың, несібеңді елден ойладың. Атаңды білмес құл едің, ата тегін сұраса, арқа ұратын жат едің. Қай жерінде төледің? Atan алаш баласын ұсатып қойдай өргізіп, жұмсап жүрсің қолынан. Ей Абылай, 11 ғана жасында әншейін аққұл едің. 15 жасқа келгенде Әбілмамет төренің арқасында ойнап қаңғырып, түйесін баққан құл едің. Абылай атың жоқ еді-ау, сабалақ атпен жүр едің. Бұл өлеңде Бұқар жырау Абылайдың қандай дәрежеден өзінің еңбегі арқылы, өзінің қайтпас сондай бір мінезі арқылы жаудың бетін қайтарып, өз елін басқара алған сондай бір ұлы күшке ие болған жайлы айтады. Тірлікпен келмеді, көптеген еңбек, көптеген күштер кетті. Соның барлығын Бұқар жырау Абылайдың есіне салып өтті. Айтылмай қалған бұл жерде басты бір толғауын видеодан тыңдайық. Алтыншы тілегіңіз 6 қанат аборда, ардақтаған аяулың күнінде барып біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа, рам қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз. Қазір ғана аудиодан Бұқар жырау Қалқаманұлының 11 тілегін тыңдадық. Осы жерде, осы тілек өлеңінде сендерге қай сөз түсініксіз болды? Түсінбеген сөздеріміз болса, ортаға салайық. Үш көзсіз көйлек кимеске дейді. Осы үш көзсіз көйлек дегенді қалай түсінесіздер? Көз көйлек дегеніміз адам қайтыс болғанда тігісі жоқ кебін. Бізге Алла өмір сүрсе, не болады екен өмір балалар? Жақсы жаққа қарай өзгереді, бір сәлтасында. Яғни біздің заманымыз тыныш болсын, өсіп келе жатқан
иә, дөңгелек үстеліміздің соңында күймен аяқтаған болатынбыз. Бұл тұрғыда ұлы дала данагөйі, абыз Бұхар жырау қалқаманұлының асыл мұрасы да мәңгілік ел идеясына үндеп тұрған, жас ұрпақ санасында жаңғыртуды қажет ететін баға жетпес құнды жинақтады. Сіздер бір-бірлеріңізбен ортаға жақсы ой тастады, пікір алмасты деп есептеймін. Бүгінгі дөңгелек үстелімізді осымен аяқтайық. Рахмет келіп қатысқандарыңызға.